Бір жұптың махаббат хикаясы шынайы оқиғаға негізделген. 2019 жылдың ақпан айы, 4-ші курсты тамамдауға аз уақыт қалды. Дипломды барымды салып жазып жүрген сәт. Көзімен тіпті дипломнан басқа еш нәрсе көрінбейтін еді. Бір күн Инстаграм желісі арқылы бір жігіт жазды. Сәлеміне сәлеммен жауап жаздым. Әңгімеміз ұқсап таныстық басталды. Жиі емес, анда-санда жазып жүретін болды. Содан бір күні кешке саған телефон соқсам, 5 минут сөйлесіп көрсек деген ұсыныс келді. Жарайды деп келісімін бердім. Көп уақыт өтпей қоңырау шалды. Жылы сөйлестік. Менің алдағы жоспарларым сұрады. Сол уақыт ары қарай магистратураға тапсырып, оқимын деген сөзді Алла аузыма салды. Жігіттің соңғы сөзі жарайды, сәттілік деп телефонды өшірді. Мен аң-таң болып қалдым. Ойланып барып түсінгенім, бұл кісінің мақсаты тез арада үйлену болды. Жарайды, босқа уақытын алмайын деп миымнан бұл ойды жібердім. Қызығы жігітті көрмегенмен есімде жақсы сақталып қалды. Арадан айлар өтті. Наурыз, сәуір, мамырдың соңғы күндері. Диплом қорғау сәті де жетіп келді. Диплом қорғалды. Иықтан тау түскендей сезім кернеді. Отырып Инстаграм желісіне дипломды қорғау сәтінен естелік болсын деп сурет салдым. Не көзбен көрмейін, комментарий ішінде сол жігіттен құттықтау тұр. Бірінші айтқан сөзім бұл аға әлі де бар екен ғой дедім. Яғни үйленбепті әлі де деп қойдым. Уақыт тоқтамай өз жолын жалғастыра берді. Диплом алдық. Қуанышта шек жоқ. Анамның айтқаны елге қайтамыз. Ал менің жүрегім ауылға қайтқысы келмеді. Себеп, ауылға қайтсам мен тұрмысқа беріп жібереді деген қорқыныш болды. Анамның соңғы бір мүмкіндік сұрап, шетел азаматы ретінде магистратураға онлайн құжаттарым тапсырдым. Көктем аяқталды. Жаз да өтті де кетті. Қыркүйек айы. Магистратура жауабы кешікті. Үйде жұмысқа тұрмай әлі жүрген менің бар ойым жауабы шықпай қалса ауылда қаламын ба, сүймеген адамыма тұрмысқа шығамын ба деген қорқынышпен күндерім өтті. Аллаға сан шүкіршіліктер болсын, магистратураға оқуға түстім. Қуанышымда шек жоқ. Ауылдан кетуіме қуандым. Ауылда қалып, ауылдық өмірде өз-өзімді елестете алмағанмен заттарымды жинап жолға аттандым. Қыркүйек айының басында аға деп жүрген жігіт тағы Инстаграм желісінде хабарласуды бастады. Менің бойымды кішкене болса да қуаныш кернеді. Анда-санда хабарласып жазып жүрді. Жігітім бар немесе жоқтығын сұрады. Мен жоқ деп жауап бердім. Телефон номерімді сұрады. Мен бұл сұраққа жауап бермедім. Сол уақытта бергім келсе де. Оған себеп ауылдағы интернеттің әлсіздігі себеп болды. Алматы қаласына оқуға аман-есен жетіп келіп, оқуымды бастап кеттім. Есіммен емес, аға деп жаттап алған жігіт арадан бір ай өтіп тағы да жазды. Мен бірінші өзі жазуын күттім. Жазған кезінде қуандым. Менің Қазақстанға келгеніме қатты қуанды деп ойлаймын. Бір-бірімізге жазып отырып, сол бір күн ішінде телефон номерімді сұрап алып, кешке қоңырау шалатынын ескертіп қойды. Кешкісін қоңырау шалды. Әңгімеміз тез арада жарасып кетті. Таңғы сәлем, жақсы көңіл күй сыйлау, күндіз уақыт бір рет болса да хабарласып қою, ал кешкісін рұқсатымды алып телефон соғу секілді өмірімде жаңа әдеттер, жағымды әдеттер пайда болды. Қазан айы да аяқталды. Қараша айы тез де өтті де кетті. Телефонмен ешқандай бейне арқылы хабарласусыз 1,5 ай өтті де кетті. Желтоқсан айының басы да келіп қалды. Екеуміз де шешім қабылдап, Алматы қаласында алғашқы кездесуімізді ұйымдастырдық. Кездесу күні де келіп қалды. Астана қаласынан Алматы қаласына күндізгі уақытпен поезден түсіп, кешке қарай кездесуімізді айтты. Мен келісімді бердім. Сабақтан кешкісін жатақханаға ұшып келдім. Іштей қатты қорқыныш, миымда сан түрлі ойлар, не болады екен деген сұрақ. Бір-бірімізге ұнаймыз ба екен деген сұрақ. Дайындалып болдым. Хабарласуын күтіп отырған кезде мен келдім жатақханаға деді. Қатты уайымдап өз-өзімді жиып алып шықтым сыртқа. Алғашқы көргендегі сезімім айтып жеткізу қиындау. Бірінші рет көріп тұрған жанды емес, керісінше 10 жылдан асық араласып көріп жүрген адамымды көргендей болдым.
сол бір көргеннен шешім қабылдадым іштей. Алматы қаласында болып өткен 2 күндік кездесуден кейін 3-ші күні Астанаға жолға шығатын болды. Өз жауабын айтпады. Мені әрекеттерінен біліп алған шығар деп ойлады ма екен деп ойланып қалдым. Мен жігітке бір жасау қажет болған әрекетті айттым. Оны әр ер адам жасай алмайды деп ойлаймын. Шын мәнінде көңілі бар, соңына дейін шын мәнінде ниеті бар жігіт жасауына сенімді болдым. Ол әрекет менің әке-шешемнің алдынан бір өтуі қажет болды. Ол көнді, жарайды деді. Мен 2020 жылдың қаңтар айындағы қысқы демалыста үйде болғанда ұйымдастыруды ұсындым. Жарайды дегендей болды. Бірақ көпке созғысы келмеген жігіт сол 3-ші күн Астанаға өз пойызын күтіп отырған сәтте Ташкентке билет алып қойыпты. Маған айтқан кезде ашуландым кішкене. Уақыт созғаннан не пайда деген сөзі өтті. Желтоқсан айының соңғы күндері Ташкент қаласында әке-шешеммен кездесу сәті. Алматыда отырғанмен қатты уайымдадым. Ал жігіттің жағдайын ойлай беріңіз. Оңай болған жоқ. Кездесу аяқталды. Әке-шешеммен бірінші хабарласып жақсы хабар естуді қалап хабарластым. Әкемнің 50-50 деген жауабын естідім. Қалған 50% өзі айтқандай Алматы қаласына көшіп келсе 100% болады деген жауабын айтты. Аллаға шүкір, әке-шешемнен жақсы хабар алдым. 2020 жылдың қаңтар айы мені сол жігіттен сұрап келді. Үйдегілер 1-ші курсты бітіріп алсын деген жауапты айтты. Уақыт тез өтетін болды. Ақпан айының басында Алматы қаласына көшіп келді. Өз сөзінен шықты. Ресми жігітіме айналды. Жігітімде жұмыс басталып кетті. Ал менде күнде оқу және жұмыс арасында жиі емес кездесулер болып тұрды. Март айының ортасы жаман хабар алдық. Қазақстан мен Өзбекстан шекарасы жабылатын жайлы. Сіңлім екеуміз бір күнде тез заттарымыз жинап жолға аттандық. Жігітімнің бар айтқан сөзі Алматыда қал деді. Анау жақта әке-шешем қайтыңдар деп жатыр. Көп ойлануға уақыт болмады менде. Алматыдан Ташкентке кетіп қалдым. Сол сәтте қалғанымда не болушы еді деген сұрақ біраз уақыт мазалады мені. Онлайн оқуға көштік. Үйде ауылда күнде оқу, WhatsApp желісінде күнде хабарласып тұру жалғасты. Күнде бір көрініс жалғаса берді. Адамда бір-бірінен алыста тұрып қарым-қатынас жасау араларына суық түсіреді деген ой миыма жиі келе бастады. Бір қалыпта күндер өте бастады. Әлемдегі мына қайғы қасірет жалғасып жатқан кезде үйде аман-есен отырғанымызға қуанатын кез еді. Қаншама жанның өмірін алып кетіп жатқан кезде жақын адамдарыңды бағалауын қажеттігін түсінетін кез еді. Барынша бір-бірімізді қолдап тұрдық. WhatsApp желісінде болсын және тек қана жазбаша түрде. Арада уақыт зымырап өте бастады. Мамыр, маусым, шілде. Жігітімнің әкесі ауырып қалып, әкемнің қасында боламын деп Алматыдан кетті. Әкесінің жағдайы нашарлай бастады. Жақсы ниет етіп дұға жасауды бастадық. Бірақ бір күні әкесінің өмірден озғаны жайлы хабар келді. Еріксіз жыладым. Өзімді кінәлағандай да болдым. Сол уақыт қал дегенде қалып қасында қазір қолдаушы болар медім, сүйеніші болар медім деген ой жүрегімді қатты мазалады. Арадан күндер артынан күндер өте берді. Қарым-қатынасымыз баяғыдай. Бірақ маған деген көңіл бөлулер азайды. Көп, тіпті жиі ренжіп қалатын болдым. Махаббатымызға көз тиген секілді болғандай арасында жазғым келмейтін, мен жазған кезде оқып маған жауап бермейтін кезге де келдік. Қарым-қатынасымыздағы жағымсыз күндер басталды. Бұл күндер бір жөн, ең жаманы екі елде тұратын біз бір-бірімізге қарай не өте алмаймыз. Бір-бірімізге қарай өте алмаймыз. Ұшақпен өту жолдарын қарастыра бастадық. Бұл жолда бізге көмектеспеді. Тамыз айы артынша қыркүйек айы да келіп қалды. Ұшақпен келіп қалу мүмкін деп туған туысқандары маған сырға салу жайлы хабарды айтты. Менің сол кездегі жағдайым, миымда сан түрлі ойлар. Өмірім соңына дейін таңдайтын болашақ жарым осы кісі ме? Таңдауым дұрыс па? Ертең күнде осылай көңіл бөлмейтін адам болып шықсайшы
не болады? Реніш сансыз сұрақтар әсерінен бір күні жарылдым. Қатты өкіріп тұрып жыладым. Алладан қолым жайып тұрып сұрадым. Дұрыс жол, таңдау жасауыма көмектесуін, жол көрсетуін түнімен сұрадым. Аллаға сансыз шүкіршіліктер болсын. Ға қарай басқадан болып ояндым. Алла миыма жауабын ой арқылы салып қойды. Қазан айының 1-ші күні маған сырға салынып, қыз жақта құдалық болып өтті. Жігітім жақтағы құдалық күні де белгіленді. Ұшақпен келіп қалар деген үмітпен күндер жай өте бастады. Қазақстан және Өзбекстан шекарасы қашан ашылады екен деп хабарларды күнде көрсететін болдым. Содан тағы бір вариант жолы бар екенін интернет желісінде жазып қалды. Содан осы вариант жайлы жігітіме айттым. Айтып отырып, өзім қажетті құжаттарымды жинап, дайындап қойдым. 6 қазан күні шекараға келіп, өте алмай артына қайтқаны жайлы хабар келді. Ертең тағы да барып көруін айтты. 7 қазан таңертең тағы да шекараға келді. Бір амалын табам деп мені уайымдамауымды сұрады. Түске қарай маған хабарласып, құжаттарымды жіберуін сұрады. Мен де тез жіберіп тастадым. Болды деген жауап келді. Бір күн ішінде, тіпті бір неше сағат ішінде онлайн түрде некеден өтіп, жігітімнің заңды түрде әйеліне айналдым. WhatsApp желісінен неке куәлігіміз жіберді. Фотоға қарап тұрып сене алар емеспін. Іштей қуанышымда шек жоқ еді. Алла тағала уақыт сағат келсе барлық жолдарды ашып қоятынына көзім жетті. Аман есен қауыштық. Құдалықта өтті. Енді шекарадан заңды түрде қорықпай қол ұстасып, жаңа өмірге, отбасылық өмірге нық қадам тастай аламыз. Арамыздағы 7 ай алыста болуымыз бізге көп нәрсені үйретті. Бір-бірімізге деген шынайы сезіміміз бар екендігін, бір-бірімізге деген сеніміміз қаншалықты екенін, бір-бірімізді бағалай алу керек екенін, және тағы да басқа көптеген жақсы қасиеттерді бойымызда қалыптастырды. Болашақта басымыздан өткен бұл жағдайды жадымызда мотивация ретінде сақтап қоюға келістік. Ер адам сөзімен емес, іс-әрекетімен дәлелдеуі осы болар. Екі елдің жігіті мен қызының махаббат хикаясы осымен тәмам. Барлығыңызға қызық болып жатқан болар бұл жұптың қазіргі таңдағы отбасылық өмірі. Оларда қазір барлығы жақсы, бір ұлдың әке анасы, өмірлерінің әрбір сәтінен ләззат алып өмір сүріп жатқан бақытты отбасы. Бақытты отбасы қатарында болу үшін үнемі өздерін дамытып жүрген жандар. Махаббат хикаясы ұнаса, лайк басып, комментке өз ойларыңыз жазып кетіңіз. Тіркеліп те кетуді ұмытпаңыздар.